Ноғай халк ертегісі. Қылыплы өгіз. Әуел әдемлердің яшаулары көбінше әлде үйлерінде егістің барлығымен байлы болған. Сол себеплі де халк қатының емқұр болса, ұрды құдай, өгізің емқұр болса, берді құдай деп босына айтпаған. Ярлы Исқақ Зауалы өмірі бойында капиклеп ақша жиып, базарға өгіз алмаға барады. Айланып қарайды. Сатылатаған өгізлер көп. Бірерлері арық, басқалары қарт, өзгелердің құнтлары жоқ. Тек оның көзіне бір өгіз тиеді. Бойлы, шарқылы, емюзлі. Онан қалса иесі де көкке ұшырып мақтайды. Өзі өгіз, өзі сиыр дейді ол. Өзі өгіз, өзі сиыр болатағаным деп ярлы Исқақтың сиыры қалады. Алла қында болады, өтірік айтсам үйімге етпейім деп сатушы ант етіп ұялайды. Алладың аты айтылғаннан соң ярлы Исқақ инанады, өгізді сатып алады. Үйіне алып келеді, мойса зат ярастырып іске әзірленеді. Аз озды ма, көп озды ма, күнлердің бірісінде ол сатып әкелген өгізін екпеге янастырады. Сен алжығасы ма? Дейді өгіз иесіне ақиып қарап. Неге мен сені екпеге алғаманта? Дейді ярлы Исқақ мәнесін таппай. Мен сиырман, дейді өгіз. Бұл ерде оның бикесі тұрған екен. Ол бірден қуанып кетеді. Таранғалып, менің таппағанымда сол еді. Деп үйге юырып кіреді де, шелегін алып келеді, саумаға янасады. Айван бұл yolda шыбырлап, қасына юытпайды. Не болғанды? Дейді ярлы Исқақтың хатыны. Көрмейсің ме, мен өгізбен. Бике қызуланып кетіп байына. Не өгіз туыл, не сиыр туыл. Әкелгенің неді? Деп тарғады. Соғым, дейді ярлы Исқақ, айт деп шағын қайрап басылайды. Не ару болды, өзім де ет күсеп тұр едім. Деп бикесі қуанады. Өгіз құлықлардың ұлғаюын сезіп, әкел мойсаңды деп мойнын салады. Айтяғымыз, ақыл етпеген жерге таяқ ұзатылып та болады екен.